Sana ne? Sana ne? Ne işin var burada? Деп айтып жатқан киноның әртістерін көрген шығарсыздар. Яғни ол не деп жатыр деп ойлайтын шығарсыздар. Ол саған не? Не жұмысың бар деген сөз. Ал мен сіздерге сана не деп айтпаймын. Себебі сіздер менің каналыма түрік тілін үйрену үшін келіп отырсыздар. Олай болса, hoş geldiniz. Benim dersime hoş geldiniz arkadaşım. Bugün yine de Türkçe'de en çok kullanılan kelimeleri hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Ал енді сана не дегенді толығырақ айтайық. Негізі сен деген түрік тілінде де сен білеміз, иә? Сені, сені, сана, саған. Енді саған не деген тіркес бізде пайда болды. Саған не деген ол енді қазақ тілінде айтасыз ғой, мысалы, біреу сіздің тірлігіңізге араласып жатса айтасыз. Саған не, сенің қандай шаруаң бар? Яғни не жұмысың бар деген мағынаны білдіреді екен. Сол себептен де түрік киноларында әртістер сана не, не işin var burada деп айтып жатады. Яғни сенің ол жерде қандай ісің бар деген секілді. Енді сана деген келесі, мысал келтірейік. Sana bir şey söylemek istiyorum. Sana bir şey söylemek istiyorum. Саған бір нәрсе айтқым келіп тұр. Айтқым келеді дегенді білдіреді. Sana ne, niye geldin? Саған не үшін келдің? Sana bir sürpriz yaptım. Саған бір сюрприз дайындадым. Тосын сый жасадым. Sana söylemedi mi? Саған айтпады ма? Сонда сана деген сөзіміз ол саған деген мағынаны білдіреді екен. Келесі сөзіміз достар, benim. Benim бұл менің деген сөзді білдіреді. Біз білеміз. Ben бұл түрік тіліндегі мен деген сөз. Ал енді benim бұл менің. Benim annem, менің анам. Негізі benim annem деп айтсаңыз да болады. Annem деп айтсаңыз да болады. Өйткені anne сөзінің соңындағы м жалғауы ол анам, яғни сіздің анаңыз екенін білдіріп тұр. Annem lezzetli yemekler pişirir. Анам тәтті тағамдар пісіреді. Немесе benim annem lezzetli yemekler pişirir деп айтсаңыз да болады. Немесе benim telefonum yeni. Менің телефоным жаңа деп айтсаңыз болады. Немесе жай ғана телефоным yeni. Яғни телефоным, телефон сөзінен кейінгі әрпі телефоным. Яғни сіздің телефоныңыз екенін білдіріп тұр. Телефоным yeni деп айта салсаңыз да болады. Yine bir daha örnek herkes. Келесі сөзіміз herkes. Herkes деген негізі her деген сөз. Ол әр деген сөзге келеді. Қазақ тілінде мысалы айтамыз ғой. Әр адам, әр күні, әр дүйсенбі деген секілді. Сол сияқты түрік тілінде де her, әр деген мағынаны білдіреді. Енді кес деген бұл адамға қатысты. Сабақтың басында байқасаңыз, біз herkese merhaba деп айтамыз. Яғни ол әр біріңізге сәлем. Қазақ тілінде барлығыңызға деп айтсақ, түрік тілінде әр біріңізге сәлем. Herkese merhaba. Немесе тағы бір мысал. Herkes mutlu olmayı hak ediyor. Әркім бақытты болуға хақысы бар. Her gün yeni sözler öğreniyor. Her gün, әр күні, yeni, жаңа сөздер үйреніп жүр. Және тағы бір мысал. Her canlı özgür olmalı. Әрбір тіршілік иесі тәуелсіз, емін-еркін болуы керек деген мағынаны білдіреді. Келесі мысалымыз, her zaman dürüst olmaya çalışıyorum. Әр заман деп айтпаймыз ғой қазақ тілінде. Біз қалай айтамыз? Әрдайым, әрқашан дұрыс болуға тырысамын. Келесі мысалымыз, neden, niye, ne için. Үшеуі де қазақ тілінде неге, не себептен, не үшін деп аударылады. Яғни үшеуі де бірдей мағынаны береді. Neden geldin? Не үшін келдің? Öylesine, жай, просто так, орысша айтқанда, просто так, пришла деген секілді. Келесі, bir nedeni yok. Bir neden деген жаңа айттық, неденнің тағы бір мағынасы ол себебі деген сөз. Bir nedeni yok, бірден бір себебі жоқ. Neden beni kızdırıyorsun? Неге мені ашуландырып жатырсың? Hoşuma gidiyor. Маған ұнайды сені ашуландырған,
hoşuma gidiyor. Arkadaşlar, benim dersimi dinlediğiniz için, benim dersimi gördüğünüz için size çok teşekkürler. Allah razı olsun size. Allah sizге razı болсын. Менің каналыма жазылып, тіркелгеніңіз үшін осылай білім жолында өз-өзімізді дамытайық, өсе берейік, өркендейік. Менің каналыма тіркеліңіз. Егер ұнаса, лайк басыңыз, ұнамаса, дизлайк басыңыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып, қолдап қойсаңыз өте керемет болар еді. O zaman benim dersim bitti. Hoşça kalın. Güle güle.